Қартайып жатқан қыздық сияқты. Кәрі қыздардың сезімі сияқты. Кәрі қыз деп айтады ғой негізі. 30-ға келіп орта бұзар. Орын тапқан дейді. Отырған қыз орын табар. Короче, сондай, примерно сондай сезім. Бірінші болып ба? Жігітім құттықтады, бетімнен сүйді. Жігітім құттықтады, бетімнен сүйді сағат түнгі 12-де. Сосын інім құттықтады, 12-ден 1 минут кеткен кезде. Туған інім звондап құттықтады. Одан кейін айхайп парақшасына отмечать етіп сақ қойыпты. Одан кейін сол бір модель подругаларым жазды, болды. Блин, ойлану керек қой оған. Безумный поступок менде, наверное, скорее всего, үйден қашып кеткен шығар. Үйден қашып кеткен мен $10,000. $10,000. Жоқ, аз ғой құрсын. Аз ғой. Құрсын шығар $10,000. Әр түрлі өлең айтам. Особенно лабадан жақсы көремін. Сосын 30-дан асып барамын. Қызығам, еще как қызығам. Особенно таңертең жұмысқа ұйықтап қалған кезде. Күнде айтам. Короче, 5 күн өтірік айтам, суббота воскресенье демаламыз ғой. Иногда съемка болып қалған кезде. Ойба, жоқ. iPhone Pro 256 гигабайт. Жігітім сыйлады. Бақыттан ойбай жыладым. Бауырларым үйленгенде жыладым. Жігітім предложение жасағанда жылап алдым. Сосын жоқ деп айтып тағы жылап алдым. Очень солай. Стараюсь айына 3-4 рет баруға. Негізі әр пятница сайын баратын, бұрын қазір адамдар көп таниды, молдалар танып қойып отыр. Содан кейін қой дедім, сәл әз айтайын. Сөзінде тұрмаған адам. Айтқанын істемеген. Амантасығанын айтып. Нұрсұлтан Құрбан. Сынбай қалды орсын. Қызы бар екен оғылан. Барам әкесін ауыз. Қазір точно барам. Барам шын айтам. Шаршадым мен уже. Ақша табу керек, уже болмайды. Кредит төлеу керек, в общем. Кредит төлеу керек, машина алу керек, несі бизнес ашу керек. Барам ақша таппай ма орсын. Фигура бар, неден қорқасын. Жоқ, өзім оқылағам. Бір рет. Жалғыз ақ кеткеннен шығар сол. Короче, бәрі бұлай болып жалғыз ақ кеттім. Сосын сол керек емес адам сияқты ол кезде кішкентай болдым ғой мен. Сол переходный возраст деп ойлаймын өзім. Мына жеріне бар. 3 жылдыз менің мамам және 2 сіңілім қайтыс болғаннан кейін жасатқан. Өйткені түсіме көп кірді, қайта кіре берді. Соны жасатқаннан кейін кірмей қойды өзін-өз. Солардың памятін дейміз ғой, естелік. Сол есімде алып жүру үшін, как будто солар постоянно менімен бірге жүрген сияқты сезім болу үшін жасатқан. Бірақ содан кейін кірмей қойды түсіме. Сосын, кстати, осы жұлдыздан кейін почему-то жаңағыдай популярность менде көп болды. 7-ші ма, 8-ші ма класста сезбе. Өзім самовольны ма, кәдімгі өзім барып сүйген. Мен енді өзім сүйген жоқпын енді, мен сүйеді ол постоянно біреу. 7-8 классымда сүйіскем, одан кейін 11 классымда мені сүйіп алған. Класстасым сүйген, кстати, айтпақшы құдырет. Үйленген кәз, басы болса емес, кешір, әйеліне кешірім сақ қой. 23-те құрсын. Жады. Бесперерывно. Сұрамайсың ғой үші. Болғам. 1-2 рет болды, сондай жағдай. Бит жатамай кезінде. Бит кеуден кәдімгі мижай деп тұрады, сен бит жатамай қаласың сол кезде. Болған шығар, иә. Маған часто олдар стриптиз билейді. Мен сондай жақсы көрем. Я люблю, когда меня соблазняют мужчины. Біраз нәрсе ұрлап тастадым. Біраз адамның жүрегін ұрладым. Сүйістім. Соңғы рет 2018 жылдың ноябрінде мені сүйді еврейка. Адам мне понравилось, между прочим. Ойба, жоқ. Вообще болды. Кинотеатр жатам. Жатпай ма? Кинотеатр жататын болса, иә болды. 30-ға келген қыз келіншектер, қалай айтып, постоянно күліп жүріңдер, уайымдамаңдар, бәрі жақсы. 30-ға келу деген осындай болады. Сондықтан мұңаймаңыздар.